Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым, армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі саяси, тарихи, ақпараттық, танымдық онлайн лекциямыз «Ши кеткен соң қылышыңды боққа шап» деген тақырыпта болады. Ши дегеніміз Ши Цзиньпин. Қытай коммунистік, фундаменталистік, радикалдық, секталық коммунистік партиясының төрағасы Ши Цзиньпин. Ши кеткен соң қылышыңды боққа шап. Мен бұл сөзімді Қазақстандағы барлық қазақтарға, жер жүзіндегі бүкіл қазақтарға, Қырғызстандағы қырғыздарға, ұйғырларға, Өзбекстандағы өзбектерге, ұйғырларға, және Қазақстанға кезінде орыс патшалығы кезінде мәжбүрлі түрде қоныс аударылып Қазақстанға орналастырылған ұйғырларға арнаймын. Ши Цзиньпин қазаққа, қырғызға, ұйғырға және 99% ұйғыр болып саналатын өзбекке ол ата жау еді. Ол бүкіл адамзаттың жау еді. Осы ата жау қазір Қазақстан мен Өзбекстанға келіп, енді екі елге мемлекеттік істермен сапарда болып, одан Өзбекстандағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының 22-ші кезекті жиналысына қатысады екен. Біз үміт күткен қарсылық шаралар болмады. Біз халықтар 10 мыңдап, 20 мыңдап бұған қарсы тұрам екен деп ойлап едік. Өкінішке орай, ондай рухты қазақ, ондай рухты қырғыз, ондай рухты ұйғыр мен өзбекті көрмедік. Енді осыны көріп, біліп отырып, түңіліп, қайғырып, ақылап үхілеп, артынан барып бір ойға келдік. Біз қара басымыздың, қарақан басымыздың қамынан аса алмайтын халықтар екенбіз. Біз кеше ата-бабаларымыз, біздің ортақ ата-бабаларымыз көк түрік қағанатын құрып, Қытайды тас-талқан қылып жеңіп, Қытайдан салық алып отырған сол замандағы көк түріктердің бүгінгі ұрпағымыз деп айтуға тұрмайтын қауым болмыз. Біз кешегі біздің ортақ ата-бабаларымыз күлтегін білге қаған, тонеқық, солардың мәңгілік тастан ойып жасаған ескерткіштерінде жазылған күлтегін ескерткішке, білге қаған ескерткіші, тонеқық ескерткішінде жазылып кеткен ата-бабалардың өсиетін ұмытқан, азғын, азғындаған, тозған, тозғындаған, рухы жаншылған, құл болған, құлдықтың қамытын киген, құлдық сана, мәңгүрттік сана, еттен өтіп, сүйекке жетіп, қанға тараған қауым екенбіз. Біз аққа жақ бола алмайтын, қараға қарсы тұра алмайтын, және қандасына қаны қызбайтын қауым екенбіз. Біз өзімізді мұсылманның баласымыз. Алхамдулилля, біз мұсылманбыз. Алланың бірлігіне, барлығына, пәктігіне, хақтығына ежелден бар, және мәңгілік теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ екендігіне сеніп иман келтірген қауымнанбыз деп мың жерінен айтсақ та, сол Алланың қасиетті кітаптарында айтылған, Алланың соңғы елшісі және құлы өсиет қылып кеткен ұстанымдарды ұстанбайтын, яғни Аллахтың көрсеткен дұрыс жолында жүрмейтін қауымдардан екенбіз. Оған дәлел Ши Цзиньпин келді. Сол Ши Цзиньпинге қарсы қазақ та, қырғыз да, өзбек те мәу деген жоқ. Қырғыздың жерін паналап отырған ұйғырлар да, қазақтың жерін паналап отырған ұйғырлар да, өзбектің жерін паналап отырған ұйғырлар да мәу деген жоқ. Қазақ, қырғыз, ұйғыр, өзбекке ол жерде қаны бір қандасының Қытайдың зұлымдығында қынадай қырылып жатқан қазақ, қырғыздың, өзбек, ұйғырдың, татар, тәжіктің тағдыры қызық емес екен. Қарақан басының қамы керек екен. Ой, Қытай,
Сен коронавирусты сылтау қылып, Шыңжаңда қазақты, ұйғырды, қырғызды, татарды, тәжікті, өзбекті қынадай қырып жатсың, өлтіріп жатсың. Онымда дүние білмейді деп ойлама. Біз білеміз, дүние жүзі біледі деп айта алмай қалдыңдар. Енді біз сол кешегі Бахадүр Батыр бабаларымыздың ұрпағымыз деп айтуға лайықпыз ба? Лайық емес екенбіз. Және осындай қорлықты, осындай зұлымдықты көруге лайық екенбіз. Себебі Алла тағала әділетті. Алла тағала әділетті. Алланы ешкім айта алмайды әділетсіз деп. Біз ындынымызбен, ниетімізбен, пиғылымызбен, ісімізбен, қаракетімізбен, ойымызбен, көрнекінде, көмескіні де білетін Алланың алдында өзіміздің кім екенімізді айпарадай ашып қойдық. Көрсетіп қойдық, дәлелдеп қойдық. Шексіз ілім иесі Алланың алдында емес, күллі адамзаттың алдында масқара болып, біз Қытайға қарсы мәу деп сөйлей алмайтын құл-құтан едік деп, дәлелдеп, күллі адамзаттың алдында масқара болдық. Енді Ши Цзиньпин кетеді, Өзбекке барады, Самарқанға барып, Шанхай ынтымақтастығының 22-ші құрылтайын өткізіп, сосын еліне қайтады. Өзбегіңді көрдім, қазағыңды көрдім, қырғызыңды, ұйғырыңды көрдім. Сендерге араша түсетін біреуі жоқ. Білгенімді істейм. Қырғаным қырған, жойғаным жойған. Аурудан өлді деп, бәріне есебімді берем де, енді бастарыңды шапқаным шапқан дейді. Енді осыдан Ши Цзиньпин Қытайға барғаннан кейін, ол арадағы қазақты, қырғызды, ұйғырды, өзбекті, татарды, тәжікті аямайды. Қанды қасап қырғынын жасағаны жасаған. Тым құрғанда, Құдай-ау, тым құрғанда бір ұлт болып, халық болып, мінез де көрсете алмай қалдық қой. Тым құрғанда олардың ол жақтағы бауырларымызға жасап жатқан қиянатын, коронавирусты сылтау қылып, үйіне қамап, есігін кепсерлеп, дәнекерлеп, сываркелеп, өз үйінде өзін аштан қатырып отырғанын. Малшы қазақты ен тауда, ен жайлауда жүрген малшы қазақтың малын қорасымен даласында тастатқызып, өзін сүйрелеп алып кеп, ауылға, қыстаққа, ауданға алып келіп, карантинге жауып, ен далада, айында жылында адам көрмейтін жерде мал бағып жүрген малшы қазақты алып кеп қамап, оның қойын ит құс жеп, қасқыр жеп, жардан құлап, қор болып жатқаны міне біз YouTube каналымызға салдық. Қай жердің малшысы? Санжының қазағы. 350 қойы бар екен. Біздің YouTube каналда тұр. Атажұрттың YouTube каналында тұр. Алдым күні салдым. Кеше Американың әлемге әйгілі медиасы Азат Азия медиасына салдық. Жариялады. Азат Азия медиасы оны бүкіл дүние жүзіне жариялады. Тура сол қойы қырылған қазақ. Өзін карантинге жапқан. Адам өлмеген, бірақ 300 қойы қырылып қалды. Енді әр қойды 100 000 теңге деп есептеші мөлшермен. Қытайда тіпті мал қымбат. Қытайда мал қымбат, қой қымбат. Жайлауда бағылған қой тіптен қымбат. Қолда жеммен бағылған қой арзан, жайлауда тұяғымен жайылған қой қымбат. Енді есептей бір. Ол қазақ қанша шығынға барды? 300-ден артық қой қырылып қалған. Ашық өзі әлеуметтік желіде дабыл қақты ол қазақ. Ал оныкін бүкіл дүние жүзіне біз тараттық. Ал енді осыдан барып ой келеді. Ол жердегі қазақтар жақсы екен, менің туысым аман екен деп талай қазақ шықты. Өй, айналайын қазағым, сен мына бір нәрсені білші. Сенің ол жердегі туысың үндей алмай отыр ғой. Аузын аша алмай отыр. Бізге қаншама видео келді. Өй, бәленші ағам аман ба, түгенше көкем аман ба десе, аузын басады екен. Сөйлей алмай. Құлағын көрсетеді екен, тыңдап отыр деген сөз. Ей, сөйлейтін сөзге жарай алмай, өлген қазағының өлісін, тірі қазағының тірісін біле алмай отырып, о жақта қазақ аман екен деп айтуға қайтып аузың барды. Аман болса неғып бармайсың? Аман болса неғып туысың өлсе барып топырақ салмайсың? Неге баяғыдай тойына барып, шапқылап барып, сыйлығыңды беріп, олар шапқылап кеп сенің тойыңа қатынасып, нәзіріңе қатынасып жүрмейді? Ей, мына қазақты бірінен бірін айырып, екі жақта аңыратып, зарлатып, жылатып қойған жоқ па? Өткенде ғана бір ақсақал
ата жұрттың жігіттері арқылы сөйлесем деп жүріп маған шығып сөйлесті. Жасы 80-дің ортасына келді. Аңырап отыр, Қытайда ағам бар еді. Жалғыз ағам еді. Енді өлі тірі білмеймін дейді. Соны өлсе өз қолыммен жерлесем еді. Жетім өсіп едік. Әкелерімізді Қытай өлтіріп еді. Көкелерімізді коммунист Қытайлар өлтірді. Әкелерімізді жаңағы не Қытай өлтірді, буржуаз Қытай. Содан бір-бірімізге иек сүйеп, арқа сүйеп өмір сүріп едік. Енді қазір бір-біріміздің өлі түрімізді білмей отырмыз деп, қарт ақсақал басымен кеңкілдеп жылағанда қабырғамның қайысқаны. Сонда бұл Қытайдан, зұлым Орыстан көретін қорлығымызға тоқтау бар ма? Жоқ, осы бетті қорлық көргенмен өмірден өтеміз ба? Айналайын, қалың елім. Сен бір наразылық танытып, әлеуметтік желіде Қытайдағы қырғынды білетіндігіңді, Қытайда қырғын жүріп жатқандығынан хабардар екендігіңді де айта алмай сорлап отырсың ғой. Шынында біз осы қорлықты көруге лайық болып тұрмыз ғой. Ал бақадыр бабаларымыздың ұрпағы болуға татымадық. Енді мұсылманбыз деп айтуға лайықпыз ба? Алланың соңғы елшісі жіберген, Алла жіберген соңғы елшісінде бізге мынандай тағылымдар бар, жеткізілген. Мұсылман бір дене сияқты. Дененің бір жері ауырса, бүкіл дене солқылдайды дейді. Ақиқат па? Ақиқат. Аяғыңа тікен кірсе, бүкіл денең ауырады. Саусағыңды кесіп алсаң, бүкіл денең ауырады. Ал енді осы әңгімені баяғыда біз таратып айттық, дін ғұламалары да айтты. Егер Қытайда қорлық жүріп жатқан қазақтар, қырғыздар, ұйғырлар, өзбектер, татар, тәжіктер, егер олар мұсылман болса, олардың басына ауыр азап төніп тұрғанда, қорлық төніп тұрғанда, онда неге біздің жанымыз ауырмайды, неге біздің жүрегіміз ауырмайды? Демек, Қытайдағы олар мұсылман болса, жүрегіміз ауырмаса, денеміз солқылдамаса, онда біз мұсылман емеспіз. Немесе біз мұсылман болсақ, бірақ олар қорлық көргенде жүрегіміз ауырмаса, онда олар мұсылман емес. Оларды мұсылман емес дейін десек, діннің ең тазасын, ең былғанбағанын солар ұстанып отыр. Ал бізді мұсылман емес деп айтайық десек, мешітке баратын жамағат ең көп, дүние жүзіндегі ең атақты, ең даңғарадай мешіттерді біз салып отырмыз. Сонда оларда мұсылман екен, бізде мұсылман екен. Онда не болды? Мұсылман бір дене сияқты, дененің бір жері ауырса, бүкіл дене солқылдайды дегендей. Онда бұл не болды? Бұл сөз өтірік па? Ал бұл сөзді өтірік дейік десек, ол хадис және сахih хадис. Онда не болды сонда? Демек, бұл әңгіме үлкен әңгіме, бауырлар. Яғни біз кешегі бахадур батыр бабалардың, Күлтегіннің, Тонықоқтың, Білге Қағанның, кешегі Көктүріктің, Шығыс Түріктің, Ғұнның, кешегі Үйсіннің, Қыпшақтың, кешегі Бейбарыстың, Алтын Орданың, біз ұрпақтарымыз деп айтуға тұрмайтын қауым болып тұрмыз. Және біз өзімізді Алланың соңғы пайғамбарының үмбеті деп айтуға тұрмайтын халық болып тұрмыз. Болды, сөздің тоқетері осы болды. Яғни, біз кім екенімізді, қандай қауым екенімізді дүниеге әшкерелеп қойдық. Әшкерелеп көрсетіп қойдық. Біз осындай халықпыз, Орта Азияда жасайтын, тойдан басқа, әннен басқа қайғысы жоқ, аңырап ән айтып, ырғаңдап, былғаңдап, той-тойлап мәз болып, жеген самсасына, палауына мәз болып, киген киіміне, мінген көлігіне, алған қатынына, сүйген сұлуына, тоқалына мәз болып, бүгін бір күнім аман өтті болды, ертеңімді не қылсаң оғыл деп жүрген қауым екенімізді, тобыр екенімізді дәлелдедік. Мынау күллі әлемдік ірі геосаясатта жүрген ағылшын, американ, неміс, француз, Италия, Испания, Жапония, Корея сияқты
өскен өркен деген қауымдардың маңғарасын көрмек түгілі біз екінші, үшінші категориядағы кеше азаттыққа шыққан қауымдардың да деңгейіне жете алмайтындығымызды, әбден азып, тозып, әбден адамдық кейіптен кетіп қалғанымызды әлем алдында. Енді осы күнге лайықпыз. Осындай қорлықты көруге, Қытайдан тепкі көруге, орыстан тепкі көруге лайық екендігімізді дәлелдедік. Ертең жаратушы Алланың дәргейіне барып жыласақ, Алланың өзіне періштелер айтады: "Ей, сен қарекет жасаған жоқсың ғой, ей, сорлау, қарекет жасаған жоқсың ғой." Барлық кітапта, Інжіл, Зәбір, Тауратта, Құранда айтып қойдық қой. Жер жұртпай, тұқым ұрық сеппей, саған қайдағы бидайды баптамай, суармай, өсірмей, дәнін дақылын жиып алмай, оны диірменге тартпай, қайдағы саған ұн, оны пісірмей, қайдағы саған нан. Аспаннан шелпек жауады деп, айдалада аңырап отырған надан біз болдық. Біз қарекетсіз жақсылықты күтетін таңғажайып қауым екендігімізді осымен дәлелдеп қойдық. Өте ашынышты. Өте ашынышты болды. Өте ашынышты. Біз биліктен қорқамыз. Қазақ та, өзбек те, қырғыз да, ұйғыр да. Бізге баламыз мектепте оқып жатыр, қызымыз университетте, сол қудаланып кетпегені керек. Бізге анау айына нәпәқа айырып отырған самсақанамыз бен палауханамызды өкіметтің жауып тастамағаны керек. Бізге анау кембі келіп қабағын түймеу керек, полиция келіп дікеңдемеу керек. Қорқып, бағынып өмір сүрсек, басымыз аман болса болды. Бейне құйрығын құмға тығып алып, басын құмға тығып алып, құйрығымды не қылсаң оғыл деген түйеқұстың ар жақ бер жағындағы қауым болып тұрмыз. Түйеқұс деген құс болады. Кәдімгідей дәу болады. Сол қорыққанда құмға басын тығып алады. Денесі дөңкейіп жердің бетінде тұрады. Біз сол түйеқұстың ар жақ бер жағы болып тұрмыз. Бұл Си Цзиньпин Қытайдың басшысы. Көп жұрт ойлайды: "Ой, ол Қытайдың ішкі шаруасы, бізбен не қатысы бар" деп. Егер кімде-кім сөйтіп ойласа, онда оның жүрегі тозақта өртенетін тастан қатты бетоннан берік жүрек. Егер кімде-кімнің басында осындай ой болса, ол қорқсын. Ешқандай мемлекеттің ішкі ісі жоқ. Бұл адамзаттық іс. Қыз зорласа, өрт қойса, банк тонаса, пошта тонаса, қылмыскер сотталуға тиіс. Бірақ бір қауымды, азшылық қауымды, сол жердің иесі болған қауымды миллиондап қамау, қыру, өлтіру, бұл адамзатқа қарсы қылмыс. Бұл геноцид. Бұны адамзат тарихында болмады емес, болды. Бірақ басқа жұрттар килікті. Тарихтан бері солай. Ислам тарихын қарасаңда, өзге жұртта басқа бір азшылық қауымды қынадай қырып жатқанда, мұсылмандар араша түсіп құтқарды. Тарихта да солай. Әділет қайда қалды? Шындық қайда қалды? Ал біздің қазақ отыр. Жеріңді, мұнайыңды, газыңды Қытай алып қойды. Назарбаевтың және Тоқаевтың әулетіне қарызды беріп, сені ендігі 1000 жылда ұрпағыңның ұрпағы қайтара алмайтын қарызға батырып қойды Қытай. Ал сені отырсың той-тойлап. Тағы да бір аңыз ертегі, тағы да бір қиял ғажап болжамдар, соған сеніп отырасың ба? Болжамның көкесін Англиядағы бір көріпкел, әлде саяси сарапшы айтты. Енді екі ауыз ағылшынша біледі деген жігіттер Твиттерде соған сеніп жүр. Ол Англиялық көріпкел ма, сәуегей ма, саясаткер ма, саяси болжампаз ба, аты тілім үшінде тұр. Ол айтыпты: 2022-нің күзінде Англияның әйел патшасы өледі, 96 жасынан ары жасамайды депті. Рас, міне бірнеше күннің алдында Англияның әйел патшасы бірнеше күннің алдында өлді де қалды. Енді әлгілер маған жазып жатыр: ойбай секе, мынау әулие екен, міне ағылшын екен өзі. Мынандай айтқан айдай келді дейді. Сол болжампаздың айтқан тағы бір сөзі бар. Ши Цзиньпин батысқа сапарлайды деді. Орта Азияға келді. 3 жыл
аттап баса алмаған Ши Цзиньпин батысқа жүреді. Батысқа жүргені құрғаны 2024-тің соңғы күнін көре алмайды. Үш бөлігі бар. 2022-нің жылдың аяғына бармай Ши Цзиньпин тақтан таяды. Егер одан аман өтсе, 2023-тің көктеміне бармай Қытай быт-жыт болып отырайды. Ал бұдан өтіп кетсе, ең соңғы шегі 2024-те Қытай тас-талқан болады. Қытайдың ішкі жағында ішкі соғыс болады деп айтып дәлгі. Мен өз басым бұндай болжамдардың бірде-біріне сенбеймін. Бірде-біріне сенбеймін. Ол әлгі атақты қазақтың әулиесі, қазақтың болжампазы ана кісі кім еді? 2000 қазақты 70 жыл кәпір билейді, 30 жыл ұры-қары билейді. 30 жылдан кейін қазақта қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған күн болады деп айтыпты, деп әлгі бір әулие айтты деп бүкіл қазақ сеніп жүрді ғой. Аты кім еді сол кісінің аты? Содан қазақтың бәрі жастықты қосқабаттан қойып, ойбай 70 жыл кәпір билеген заман өтті, 30 жыл ұры-қары қарақшы билеген заман өтті, бітті, уақыт болды енді, жан бастап жатайық деп бүкіл қазақ жан бастап жастықты қос-қостан қойып, қазақ ұйықтады да қалды. Міне 30 жыл өтті. Ұры-қары қарақшың әлі отыр. Ойбай Мәшһүр Жүсіп Көпей айтыпты, сол ұры-қары қарақшы 22-нің көктемнен араспайды екен, жаңа жыл болады екен, қанды қаңтарда қырғын болады екен, сосын мамырайлап наурыз келеді екен, сосын сәуір келер, сәуір болған соң тәуір болар, сәуір келмей тәуір болмас, одан кейін бәрі дұрыс болады екен. Қазақ әлгіге сеніп күтіп отыр. Наурызда өтті, сәуірде өтті, міне мамырда, маусымда өтті, шілде, тамыз өтті, енді міне қыркүйекке келді. Ештеңе өзгерген жоқ. Сол Мәшһүр Жүсіп Көпейдің бұл сөзі Мәшһүр Жүсіп Көпейдің өз сөзі еместігін, ол кісінің бірде-бір жазбасында бұндай сөз жоқтығын, бұның барлығы өтірік әңгіме, қиял ғажайып ертегі аңыз екендігін айтып, біз баяғыда дабыл қақтық. Былтырғы лекцияларымда бұндай сөз жоқ деп тұрып дабыл қақтық. Енді жаңа сөз, ойбай Ши Цзиньпин батысқа сапарлайды. Батысқа сапарлағанына оның біткені, мына Қытай ырымдайды батыс дегенді. Ши дейді. Батыс күн батқанда үй салмайды, күн батып бара жатқанда тірлік бастамайды, ырымдайды. Жаңағы өлгенді құрғанды батысқа кетті дейді. Бұл енді сол 2022-нің жылының соңына бармайды деп айтыпты, ойбай бітті енді. Сөйтіп айтып қойыпты енді бітті деп талай қазақ маған хабарласып еді. Айналайын қазағым-ау. Ештеңке өзгермейді сен қарекет жасамасаң. Ештеңке өзгермейді сен қарекет жасамасаң. Кем дегенде Аллаға сен ниетіңнің қалай екенін көрсетсеңші. Қарлығаш лаулап жанған отқа неге қанатымен су септі? Сонда қара қарға қарқылдап күлді. Өй, мынау теңіздей болып, осындай дәу алып отты сенің қанатыңнан тамған бір-екі тамшы су өшіре ала ма деп, ақымақсың деп қарға қарқылдап күлгенде қарлығаш айтты. Отқа су себу менен, оны өшіру-өшірмеу жаратушыдан. Мен жаратушыға өзімнің қай жақта екенімді көрсетсем болды депті. Ал қалың елім, қазағым, алталашым, қырғызым, өзбек өзағам, ұйғыр, татар, тәжік. Сен Аллаға өзіңнің қай жақта екеніңді қайтып көрсетесің, қайтып дәлелдейсің. Ертең жаратушының дәргейіне барғанда қай бетіңмен барасың? Аллаға қарап, ай, күллі әлемнің жаратушысы, сен біреусің, ежелден барсың, мәңгіліксің, теңі жоқ, теңдесі жоқсың, саған сеніп иман келтірдім деп, Аллаға құлшылық қылып, артыңа бұрылып, шайтанға қарап, ай, шайтан, сен де маладессің ей, сен де баяғыда профессор болды дей ма? 70 000 періштеге сабақ өтті дейді, ютубта лекцияң болса жіберіп берші. Сен де өте білімді деп айтады ғой, осы маладессің десең, онда сен Аллаға да жағам, шайтанға да жағам десең, онда сен қарғысқа қалған лағнеті мұнафиқтың өзісің. Біз бұл дүниеге мәңгілікке келген жоқпыз.
Бұл уақыттық дүние, көз алдың елестет. Осы сөзімді тыңдап отырған кәріңде, жасыңда, еркегіңде, әйеліңде. Күні кеше бала едің, мектеп бардың. Күні кеше бала едің, бозбала бой жеткен болдың. Күні кеше бала едің, жігіт қыз болдың. Жігіт ағасы болдың, келіншек болдың, бәйбіше болдың. Ал міне өмір кетіп барады. Жас кетіп жатыр, кәрі кетіп жатыр. Бәрібір өлеміз. Біз жолға шыққан жолаушымыз, пойызға мінген жолаушымыз. Бәрібір соңғы бекетке барамыз. Соңғы бекетке барғанда түспей қалу мүмкін емес. Түсесің. Сенің қалауыңнан, ырқыңнан тыс жаратушы қолыңа билет беріп қойған. Соның уақыт сағаты минуты толғанда түсесің. Ал соңғы бекет ол өлім. Ал өлім ол ақиқат. Тірі болса кешегі ата баба қайда қалды? Абай қайда, Мәшһүр Жүсіп қайда, Шәкәрім қайда, Абылайхан қайда, Кенесары қайда, кешегі Батыр Баһадүр бабаларымыз, менің Қабанбай бабам қайда? Зұқа Батыр, Оспан Батыр, Ерісқан Батыр, Сұлубай Батыр, Әкбар Батыр, Сейіт Батыр қайда? Біз де солар барған жерге барамыз, біз де кетеміз. Бірақ біз сол батыр бабаларымызбен мақтанғанда, ендігі ұрпақ кіммен мақтанады? Біз ұрпағымызға не қалдырамыз? Жарайды, ұрпағымызға не қалдырамыз деп ойламасақ ойламайық. Бірақ күллі ғаламның иесі бізді жоқтан бар қылған жаратушының алдына барғанда не бетімізді көрсетеміз, не бетімізді айтамыз? Ойландық па? Мәудеуге жарамасақ, тұяқ серпуге жарамасақ, мінез көрсете алмасақ, шамамыз жетпейтінін білсек те, мінез көрсете алмасақ, несіне жер басып жүрміз? Несіне халық болып жүрміз? Әр адам өзінің ниетіне қарай тағдырға ие болады. Әр қауым да өзінің ниетіне, қарекетіне жарай тағдырға ие болады. Миллиондаған адамдардың тағдыры сол миллиондаған жеке тұлғалардың ындынына, ниетіне лайық болса, сол миллиондаған жеке тұлғалардан құралған қауымның тағдыры да солардың ындынына, ниетіне байланысты болады. Батыстықтар, еуропалықтар, америкалықтар неге бақытты баяшатты өмір сүріп жатыр? Себебі олар әділетшіл, ақиқатшыл. Олар анау жақта албатып біреудің құқы тапталып жатқанда, олар біз құсап самсасын жеп, шашлығын жеп, рахаттанып, палауын жеп, рахаттанып отырмайды. Олар әлгі нақақ құқы тапталған бейшараның қасына барады, аққа жақ болады. Әр жолы әлемдік ірі нақақ оқиғалар болғанда, олар миллиондап көшеге шығалады. Сондықтан олар сауатты болғандықтан, рухты болғандықтан, жігерлі болғандықтан, және жаратушының ақиқатына жақын болғандықтан, олар бұл дүниеде бақытты өмір сүріп жатыр. Ал біз жаратушының соңғы елшісінің хақ кітабын қолымызда ұстап отырып, соны оқымай, соның мәнін түсінбей, жаратушының өзін бір жаралмыш сияқты, адам сияқты, алданатын сияқты сезініп, формалды түрде құлшылық жасап, жүрегіміздегі өзіміздің әлсіздігімізді, надандығымызды, дүние қоңыздығымызды, нәпсінің құл екендігімізді жасырып, Алланы алдағымыз келеді. Ал біз Алланың қарғысына қалмай, қандай қауым Алланың қарғысына қалсын? Жүректеріміз мына дүниеге уланған болса, нәпсінің құлы болған болса, 5 күндік рахат өмірімізді, 5 теңгелік мүддемізді қимасақ, ендеше Алланың алдында 5 теңгелік қадіріміз, қымбатымыз бар ма? Ойланайық, қалың елім. Жақсы өмір сүрем десең, мына дүниеде және ол дүниеде жақсы өмір сүрем десең, ақиқатшыл бол. Жүректегі пендешілікті, нәпсіні тый. Жүректі тазарт. Жақсылық тек Алладан, сенің қарекетіңнен, мықтылығынан, қорқақтығыңнан, немесе сақтанымпаздығыңнан емес. Қорқақ болып өмірді ұзарта алмайсың. Батыр болғанның бәрінің өмірі қысқа емес. Сенің ындыныңды, ниетіңді жаратушы біліп тұр. Ендеше жүректі тазалайық. Жүректі тазалайық. Ниетімізді дұрыстайық. Жаратушыға жақындайық. Жаратушыға жақындау шексіз әділетті,
шексіз құдіретті және шексіз ілім иесі жаратушыға жақындау үшін шыншыл, турашыл болайық, аққа жақ болайық, қараға қарсы болайық. Барлық зұлымдықтарды көргенде өзіміздің ақиқатшыл екенімізді дәлелдейік. Ал зұлымдықтарға үнсіз көніп отырсаң, жаратушының қарғысына қаласың, ұрпағыңнан тартасың. Бұл дүниеде көрген қорлығың түк емес. Енді сені ол дүниеде жаратушының ғазабы мен азабы күтіп тұрады. Жақсы, аман сау болайық. Екі дүниеде еңсеміз биік, жүзіміз жарық, мәртебеміз үстем болсын десек, аққа жақ, қараға қарсы Құдайдың сүйген құлы болайық. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Аман болыңыздар.